Сөйлеріңізге ортақ сұрақ, қызғанышсыз махаббат бола ма? Болады, конечно. Болмайды. Жақсы көрген адам қызғанады деп ойлаймын мен, бәрібір де. Менде қызғаныш бәрібір болады деп ойлаймын. Ол деген здоровый қызғаныш болу керек, самое главное. Иә. Сенім мен қызғанышты шатастырып алмау керек негізінде. Сіз шатастырасыз ба? Мен шатастырмаймын. Сіз Сенің бар жерде қандай қызғаныш болады? Сен жақсы көрген адамыңды қызғану керек. Кімнен қызғанасың? Қалай сен жақсы көрген адамыңды қызғанбайсың? Сіз мүлдем Мен сенімді болатын адаммен ғана өмір сүріп бастаймын да жүріп, мысалға. Мен сенемін, что мен әлемдегі ол үшін ең күшті әйелмін, менен басқа ешкімге қарамайды деген менде сенім болады, сонымен мен жүрмін, болды. Если мен оны қызғанатын болсам, мен қызғанышылық болса махаббат та жоқ деп ойлаймын негізінде. Ама мынандай жоқ, жігітім бір жаққа жүрген кезде басқа қыздарға қарап, сөйтіп қалсам маған приятно ше, деп ше. Сіз қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, қызғаныш болу керек, бірақ ол здоровый қызғаныш болу керек. Қызғаныш деген ол деген неге қарадың, неге бүйттің деген сөз емес, ол просто іште ай деген сияқтандай бір чувство болу. Адам болған соң іште бір қызғаныш болу керек негізі. Бұл кісі кішкене сенімді қызғанышпен шатастырған сияқты. Қызғаныш деген жаңа сенім. Бұл Маржан жақсы көрмеген ешкімді жастар айтып жатыр, жастарға қосылмаймын, иә, мен жасыма келді, сосын сөйтіп ойлайсың. Мүмкін қызғаныш ол сенімсіздік. Жоқ, мысалға біз Маржанды қызғанамыз, сонда біз сізді жақсы көрмейміз немесе сізге сенбейміз деген сөз ба? Жаңа ғана бізде сондай әңгіме болды негізі. Иә, біз Маржанға негізі сен удалить деп қалдым. Иә, почти заблокировать етейін деп қалдым. Қызғаншақ екен екен. Көре алмай бір қыздан қызғанып, мен блокқа тықпақшы. Құрбылардың да арасында қызғаныш болады. Мен сондай қызғаншақ құрбымын мысалы. Мынау вообще ужас, мысалға бар ғой. Зато шынайы, да? Түсінікті. Қызғаншақ екен. Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар, амансыздар ма? Біреу үшін бәрін тастай аласың ба? Тастай аламын. Егер ұнатқан жаным болса, ол үшін барлығына дайынмын. Даже істеп жатқан жұмысымды тастап, сол тұратын қалаға көшіп деген сияқты тастай аламын. Егер шын сүйген адамым болса. Көшіп кетуге де дайынсыз? Әлбетте. Шетелге? Мүмкін. Шетел болса мүлдем жақсы. Егер мен ұнатып тұрған адам болса, оған мен қол жеткізу үшін барынша тырысам, барлық жағдайды жасаймын. Қателеспесем, сізде үміткер жоқ. Иә. Шақырыңыз, кеше таныстық тоқтады. Рәбия Сұлтанбегім екеуміздің таныстығымыз енді жоқ. Соған барша қыздар қауымына айтқым келеді. 18 бен 25 жас аралығындағы тұрмыс құрмаған, басы бос қыздар болса, сіздерді күтемін, келіңіздер. Қалайсыз? Өте керемет, өзіңіз қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы, көңіл күй. Керемет. Алғашқы сторис бүгін сізден. Ал үйдегілер кеше көрді. Көрді, барлығына реакциясы енді көп жарты халық мысалы былай ойлауы мүмкін, қайта келе береді екен деп, жартысы енді өзінің бағын тауып кетсін деп тілектерін білдіріп жатыр. Сол себептен барлығына ризамын. Әркімнің, әр адамның өзіндік бір ойы бар, барлығымен келісемін. Сізге сұрақ, тыныштық па әлде эмоция ма? Тыныштық. Махаббатқа да, жүрекке де, адамға да барлық нәрсеге тыныштық керек. Ақша ма, махаббат па? Әрине махаббат. Сіз сүйгеніңізбен боласыз ба, әлде сізді сүйгенмен боласыз ба? Мені сүйгенмен. Түсінікті. Мысалы, мені сүйгенді таңдасам, ол да өзім сүйгенді таңдаса, екеуі бір-бірін сүйіп тұрсам, Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бәрі жақсы. Сезім үшін тәуекел етесіз бе? Сезім үшін білмеймін, қазір аяқ асты қойған сұрақ болды ғой бұл. Ойланып көріңіз. Сезім үшін не нәрсеге тәуекел ету керек? Жалпы тәуекелге барып жатады ма? Қандай тәуекел? Соған қарай сияқты меніңше. Мысалы, қандай тәуекелге дайынсыз сонда? Сезім үшін ба? Иә. Ал сондай сұрақ болсыншы. Сезім үшін? Ата-анасымен бірге тұруға тәуекел етемін деп. Неге? Жоқ, ата-анасымен тұрамын, егер жақсы көріп қалсам, егер солай тұру керек болса. Ал негізінде бөлек тұрғым келеді. Бөлек тұрғым. Иә, негізі бөлек тұрғым келеді, бірақ мен жақсы көріп қалсам, ол нәрсеге де көнемін. Көне беремін негізі, жақсы көріп қалсам, көп нәрсеге. Демек, ата-енемен тұруға қарсы емессіз. Қарсы емеспін, жақсы көрсем қарсы емеспін. Түсінікті. Қалайсыз? Ассалаумағалейкум, шүкір, амансың, өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы. Қызғанышсыз махаббат бола ма? Қызғанышсыз махаббат болмайды. Махаббат деген өзіңнің адамыңды қызғану, сүю, жақсы көру. Ол қызғанышсыз бір сезімде жоқ болады да. Өйткені сүйгеніңді қызғану керек. Сіз қызғаншақсыз ба? Ортасымен 50-50. Мысалы, сізде мерей екеулеріңізде бір таныстық болды, иә? Сол кезде бір қызғаныш болды ма? Жоқ, ондай қызғаныш болған жоқ. Мен бір этап болады, қызғаныштың да этап болады. Ол таныстықтың үстінде мен оған ештеңе айта алмаймын, қызғаныш сезімді айта алмаймын, өзімнің условияларымды жалпы
мысалы отписка жаса, бір нәрсе істе деген сияқты, қысқа киме деген сияқты ондай ештеңе айта алмайды. Бірақ та жұптың өзінде де ондай мен ограничение қоймаймын. Қыздың өзінің басы бар, миы бар деген сияқты ол өзі ойланады да. Қажет болған жағдайда қыздың өзі еркекке деген сезім болатын болса, ол өзі ойланып. Қайсыз Мерей? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бәрі жақсы. Қызғанышсыз махаббат бола ма? Жоқ. Қызғанышсыз махаббат ол махаббат емес деп есептеймін. Неге? Себебі бәрібір қыз баласы болсын, еркек адам болсын, қызғаншақ болып келеді. Негізі өзіміздің неміз, тем более қыз баласы эмоциональный болып келеді. Білмеймін, мен өзім қызғаншақ адаммын. Сіз қызғаншақсыз? Қызғаншақпын, иә. Егер де маған түсіндіріп осылай болды деп барлығын по полкам қойып беретін болса, түсінуге тырысамын, бірақ иә, мен қызғаншақ адаммын. Сіздің қызғанышыңыз қай жерге жетеді? Жететін жерге шейін жеткіземіз ғой негізі оны. Мысалы ана подписка бөлімінен. Оны мен ондай талайынан өтіп кеткенмін, қазір ондай емеспін. Мен ол нәрсе негізі еркек адамды шаршататын нәрсе. Отписка істе дейтін нәрседен негізі еркек адам жалығып кететін дүние. Одан кейін қызғаныш дегенде, қызғаныш та орнымен болу керек. Любой неден столбтан қызғана беру де дұрыс емес деп ойлаймын. Солай. Түсінікті.